Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары 4-ші тоқсан бойынша алынатын тіршілік тапсырмасының екінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар егер қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары бар және осы алгебра пәнінен бөлек физика, геометрия пәндерінің ПЖВ және ТЖВ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Ал енді бірінші тапсырмасы теңсіздікті шешіңіз. Жақшаның ішіндегі өрнектерді жеке-жеке орындаймыз. Сонда бізде x үлкен болады 7-ден. Мұнда x қосылған 5, үлкен 0-ден, x үлкен болады минус 5-ден. Мұндағы теңсіздігіміз қатаң болғандықтан іші қуыс болады. Минус 5, 7. Таңбасына келетін болсақ, минус 5 пен 7-ның ортасында 0 бар. Мұнда 0-ді қойымыз минус қалады. Мұнда 0-ді қойсақ плюс қалады. Минус пен плюсті көбейтсек минус болады. Мұнда бізде теңсіздік, берілген теңсіздік 0-ден үлкен болғандықтан плюс аралықты аламыз. Минус шексіздіктен 5-ке дейін және 7-ден плюс шексіздікке дейін. Бұл жауапқа сәйкес келетін оқушылар Б нұсқасы болады. Келесі тапсырмасы мұндағы берілген функцияның графигін пайдаланып, мұндағы функцияның графигін пайдаланып, берілген теңсіздігін шешіңіз оқушылар. Мына жерде бізде 1 бар, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мұнда 7 бар. Мұндағы график өздерін көріп тұрғандай параболаның тармағы жоғары қараған, сонда біз мынау аралықты шешімге аламыз. Сонда минус шексіздіктен 1-ге дейін, 7-ден плюс шексіздікке дейін болады, және мұндағы теңсіздік бізде қатаң емес болғандықтан 1 мен 7-ның жақшасы тік болады. Демек, мінеки минус шексіздіктен 1-ге дейін, 7-ден плюс шексіздікке дейін деп алып, бұл нұсқасын дұрыс жауап боламыз. Келесі тапсырмасы теңсіздіктің бүтін шешімін табыңыз. Мұнда біз дискриминантты есептеп алуымыз керек. D тең болады b квадрат минус 4 асыға, а 1-ге тең, b минус 3-ке тең, с минус 4-ке тең. Төрт көбейтілген а көбейтілген с. Мұнда квадраты 9 болады, мұнда плюс 16 қоссақ 25. x1 мен x2-ні табу үшін минус b плюс минус d бөлінген 2a деген формуланы қолданамыз. Мұнда бізде b минус 3-ке тең, формулада минус бар, сонда 3 болады. Мұнда бізде 3 плюс минус 5 болады. Бөлімінде 2 тең болады. 3-тен азайтамыз 5-ті минус 2 болады. 2-ке бөлсек минус 1 болады. Мұнда қосқан кезде 8, 2-ке бөлсек 4 болады. Мұнда бізде теңсіздігіміз қатаң, іші қуыс болады. Минус 1, 4. Минус 1 мен 4-ның ортасында 0 деген сан бар. Мұнда 0-ді қоятын болсақ, бізде минус қалады. Сонда ортасы минус 2, 7 плюс болады. Теңсіздігіміз 0-ден кіші болғандықтан, мына минус аралықты аламыз. Сонда жауабы бізге бүтін шешімін табыңыз деген минус 1 мен 4 деген сандарды алмаймыз. Себебі мұнда мінеке іші қуыс болғандықтан. Сонда минус 1-ден кейін бізде 0 бар. 1, 2, 3 деген сандар бүтін шешімі болады. Келесі тапсырмасы теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. Бірінші оқушылар, мынау теңсіздікті орындаймыз. 1-ден жақшаны ашып басып кете берейін. 7-ні көбейтеміз 3x-ке 21x. Мұнда 7 мен 2-ні көбейтіндісі 14. Минус 21x минус 6. Кіші болады 2x-тен. 21x пен минус 21x екеуі қысқарады. Мұнда бізде 8 болады. 8, 2x. Сонда оқушылар, екеуді 2 деген санға қысқарады. 4 бізде кіші x-тен. Бағытын өзгертетін болсақ, бұлай болады. Бізде x 4-тен үлкен екен. Келесі мынау екінші теңсіздік.
Дискриминант арқылы x табамыз. Мұнда бізде b квадрат минус 4ac a 1-ге тең, b плюс 3-ге тең, c минус 40-ға тең. 4-ті көбейтеміз a-ға, көбейтеміз c-ға. 3-тің квадраты 9. Мұнда бізде 160 шығады, қосамыз 169. Минус b плюс минус d бөлінген 2a деген формуланы қолданамыз. Мұнда бізде b плюс 3-ке тең, формулада минус 1, минус 3 плюс минус түбірасында 169 бөлінген 2. Минус 3 плюс минус 13 бөлінген 2. Минус 3, минус 13, минус 16 болады. 2 бөлсек минус 8. Минус 3 плюс 13 10 болады. 2 бөлетін болсақ 5 болады. Енді сан түзуіне белгілейтін болсақ, мұнда бізде теңсіздігіміз қатаң, іші қуыс болады. Ол 4-тен үлкен. Келесі теңсіздігіміз қатаң емес, мынадайы боялады. Мұнда минус 8 бен 5-тің ортасына 0 бар. Мұнда 0-ді қоятын болсақ 0 болып кетеді, минустан басқа қалады. Сонда ортасы минус 2/7 плюс болады екен. Сонда біз оқушылар, мұнда бізде теңсіздігіміз 0-ден кіші болғандықтан мынау аралықты аламыз. Және жауабына қиылысқан аралықты аламыз. Сонда жауабы кішкене көрмей қалыпты. Іші боялады дедік, теңсіздікке қарап, және таңбасы мына жерде бізде теңсіздігіміз 0-ден кіші болғандықтан минус аралықты аламыз дедік, және мұндағы қиылысқан аралықты аламыз. Жауабына мынау аралықты. Сонда жауабы 4 пен 5-тің аралығы шақшасы мінекі мынаған қараймыз. Тік болады. Тік болады. Ал мұнда мінекі іші қуыс болғандықтан жай жақша болады. Келесі тапсырмасы теңсіздікті шешіңіз. Оқушылар, мұнда біз кішкене теңсіздікті түрлендіріп алсақ болады. X квадрат. Мұнда x пен 4-тің орнын ауыстырамыз. Сонда x минус 4 болады. Мұнда бізде x квадрат минус 10x қосылған 25 деген қысқаша көбейту формуласына түседі. Яғни екі өрнектің айырымының квадраты деген формула түседі. Яғни минус x минус 5-тің квадраты болады. Мұнда біз x пен 4-тің орнын ауыстырғандықтан теңсіздіктің де бағытын ауыстырамыз. Сонда x квадрат әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңеп шығарамыз. X квадрат тең болады 0-ге. X тең болады 0-ге. Квадратқа мән бермей орындай береміз. X минус 4 тең болады 0-ге. Осыдан X бізде 4-ке тең. Онда X минус 5 тең 0-ге. Осыдан бізде X тең болады 5-ке. Сан түзуіне кескіндейтін болсақ, мұнда бізде 0 мен 4 іші боялады. Ал мұнда бөлімде болғандықтан іші қуыс болады. Тең емес 0 болу керек. Енді таңбасына келетін болсақ, мұнда плюс болады. Мұнда бізде x минус 5-тің квадраты болғандықтан мұнда таңба беріп кетеміз. Мұнда плюс болады, минус болады. Мұнда плюс болады. Енді оқушылар, мұнда бізде 0-ден үлкен болғандықтан теңсіздігіміз плюс аралықты жауап қоямыз. Яғни 0-ді біргеді 4 пен 5-тің аралығымен және біргеді 5-тен плюс шексізге дейін. Соңғы тапсырмасы теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. Мұнда біз бірінші теңсіздікті дискриминант арқылы шешеміз. D тең болады. B квадрат минус 4ac a 1-ге тең, b минус 5-ге тең, c 7-ге тең. Төрт көбейтілген a көбейтілген c. Мұнда біз
квадраттағанда 25 деп аламыз. Минус 28 тең болады минус 3-ке. Бізде дискриминант 0-ден кіші екен. Сонда бұл теңсіздіктің бізде шешімі болмайды. Келесі x квадрат. Сонда бізде x плюс минус 9-дан кіші екен. Енді теңсіздікке қараймыз, қатаң емес, іші боялады. Минус 9 таңбасын былай береміз. Плюс, минус және плюс болады. Енді мұнда бізде теңсіздігіміз, яғни x бізде минус 9 мен плюс 9-дан кіші болғандықтан минус аралықты аламыз. Сонда жауабы минус 9 пен 9-дың аралығы болады. Оқушылар, видеоның соңына дейін қараған болсаңдар, каналға жазылып лайк басып, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.